Қайырлы күн, адалдықты ту еткен құрметті жастар. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның халық жазушысы ақын Қадыр Мырзалидің еңбектеріне негізделген адалдық сағатын назарларыңызға ұсынамыз. Адалдықтан айнымаған бабалардың ұрпағы ретінде бүгінгі заманның зауалына қоғам болып төтеп беруге тиіспіз деп ойлаймын. Қадыр Мырзали ағамыздың ұшан теңіз еңбегі ұлтымызды ұйыстыруға, ұрлық қарлықтан ада болуға шақырады. Тас бұғаудан бостап, тәуелсіз мемлекетіміздің іргесін қалап, еңсемізді тіктегелі 30 жылға таяу. Бабалардың қанымен, аналардың жасымен қол жеткізген егемендік, еркіндік қашанда қасиетті ұғым. Осы жолда барында, нарында ел үшін аямаған мемлекет құраушы тұлғаларымыз жетерлік. Жас мемлекетіміздің гүлденуіне атсалысқан әрбір азамат ел тарихында қалары анық. Әлем елдері арасында өз орнын алып, шекарасын шегендеген мемлекеттің дамуына ешқандай кедергі болмауы тиіс. 21 ғасырдағы көптеген елдің экономикасына, еркіндігіне, дамуына қауіп төндіріп тұрған жемқорлық екені баршаға аян. Жемқорлықты жоюды көздеп, адалдықтың ақ туын көтеріп өткен тұлғалардың қатарында даңқты шайыр Қадыр Мырзали де бар. Оның жазған еңбектерінен, өлеңдерінен, қанатты сөздерінен осыны анық байқаймыз. Жігіт болсаң, керек саған жекерлік. Жекерлікке жігерің де жетерлік. Аулағырақ болсын сенен қашанда, алаяқтың бойындағы мекерлік деп Қадыр ағамыз жырлағандай, алаяқтыққа, жемқорлыққа мүлдем төзбеушілікті қалыптастыру бүгінгі қоғамның қолында. Осы іспетті ақынның қанатты сөздері қоғамды жемқорлыққа қарсы тұруға шақырады. Жемқорды көргенде жай ұрыға жылап көрсесің деп ақын айтқандай, расында да жай ұры бір адамды тонаса, жемқор бүтін бір елді тонай алады. Дәл осы ойды Қадыр тағы бір афоризмінде ашып, анықтай түседі. Қалтаға түскен ұры қолға түседі. Халықты тонағандар ұстатпайтын жолға түседі. Ұрылар түрмеде, жемқорлар іргеде, алаяқтар қашып жүр. Осылайша ақын артына айғақ қалдырып қылмыс жасаған ұры темір торға тоғытылып, ал нағыз ұры бетперде жамылып, іргеде жүріп елді сүліктей соратынын айтып, ащы өлеңдермен түйреп өтеді. Дананың артында дегені жемқордың артында жегені қалады деп, дана мен даналықтың болашаққа рухани азық болар дүние қалдыратынын, ал жемқор даналық былай тұрсын, ісінің шалалығы мен зиянын қалдыратынын айтқан. Ақын әрдайым халықты, жастарды оқуға, өнер, кәсіп үйренуге, мәдениетке жетелеп, өркениетті елдерден үлгі алуға, ілгері өркендеуге, басқалармен теңесуге шақырады. Ақынның өз кезеңінде көтерген мәселесі бүгінге дейін өзекті болып тұр. Қадыр қашанда ел басқарушылардан әділдікті, адамгершілікті көргісі келді. Мысалы, билік басындағылар ішпесе де жейді деген мысқылдың астарында үлкен ой жатыр. Мансабын пайдалана отырып, халық қазынасын май-шелпекке айналдыру, құлқыны билеген шенеуніктің қанына сіңген әдеті. Маскүнем ішкенін қоюды білмейді, доңызбен жемқор тойуды білмейді. Кей кезде адам баласын айуандық деңгейге сүретін ашкөздік пен адами қасиеттерден жұрдай қылатын маскүнемдік туралы ашына айтпасқа амал қалмайды. Расында, ашкөздік адам бойындағы қасиет емес, қасірет. Түбінде жемқордың жететін жері құрдым, ал құрдымға батыратын құлқын. Ал құлқын ұлтыңды саудаға салып жіберетін зұлым күшке ие. Осы кезде Қадыр Мырзали жемқордың жетекшісі құлқын деп бекер айтпағаны еске түседі. Қарапайым тілмен Қадыр ақын тағы да былай деген: супер ұры 100 дегенді білмейді, 1000 дегенді білмейді. Оның білетіні миллион, миллиард. Миллион ол үшін ойын, ол үшін биллиард. Ал ақын бойында адалдығы мен парасаттылығы жоғары адам туралы пара алмайтын адам пара алатын орынға бара алмайды деп дұрыс топшылайды. Шенді ұлықтап мансап еткендерге шенқор адам, жемқор адам, жемқор адам, шенқор адам деп Қадыр атамыз бір ауыз сөзбен анықтама берген. Бұдан басқа ақын өз өлеңдерінде пайдакүнемдікке жол берген тәртіп сақшыларында былай сынап өтеді. Машинаны майдың инспектор тоқтатады, инспекторды сенге тоқтатады. Жемқорлықтың бұл түрі жолда тәртіпті қадағалаудың орнына тәртіпсіздікке жол берушілік. Тағы бір сөзінде судьяға біреумен барма, бірдеңемен бар деп сыни көзқарасын ашық айтқан. Бұл ақынның айтып отырған ақыл емес, бұл ақшаға сатылатын соттардың кесірінен жазықсыз шатылатын адамдардың жан дауысы мен тұтылатын жерден ақшасы арқылы құтылатын адамдардың жан қуанышын жеткізетін ащы сарказм.
Қазақтың маңдайына біткен Қадыр ақынның жауһар жырлары, шығармашылығында ашылмаған сырлары әлі де көп. Ел руханиятындағы ұлы тұлғаны ұлықтап, ұрпақ жадына сіңіре алсақ, ұлтымызды ұйыстыруда ұтарымыз көп. Қадірменді жастар, қазақ руханиятына өлшеусіз із қалдырған Қадыр ақынның шығармашылығы түгел жұртты тәрбиелеп, әділдікке шақырады. Заманмен үндескен жырлары жас ұрпаққа рухани азық сыйлайды. Қадірді оқиық, адал болайық.